Сәлеметсіздерме? Шот фактурада міндетті түрде реттік номері мен жазылған күні, жеткізуші мен алушының жеке не бизнес сәйкестендіру номері, жеке тұлғаның аты жөні немесе дара кәсіпкер, не заңды тұлғаның атауы, тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы, қосымша құн салығы ставкасы мен сомасы, қосымша құн салығын қоса алғанда жалпы құны, акциздік тауарларды іске асыру кезінде акциз сомасы, мемлекеттік сатып алу кезінде шарттың номері мен күні, тауарлар үшін сыртқы экономикалық қызмет тауар номенклатурасының коды көрсетіледі. Егер бұрын жазылған шот фактурада шарт талаптары өзгертпейтін қателері анықталса, түзелетін шот фактура жазылады. Егер айналым көлемі түзетілсе, яғни тауарды қайтару немесе бағаның өзгеру жағдайында қосымша шот фактура жазылады. Мысалы, тауар жөнелтілгеннен кейін өлшем бірлігін дұрыс көрсетпеген анықталса, метр квадрат орнына килограмм түзетілген шот фактура жазылады. Ал егер жөнелтілгеннен кейін тараптар жеңілдікке келіскен болса, айырмашылыққа қосымша шот фактура жазылады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.